Сәлем баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте керемет қолжетімді заттармен жасалатын гуляш жасаймыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаймыз. Ең алдымен картошкамызды жақсылап ашып, оны майдалап турап, ыстық су құйып, оны 15-20 минутқа қайнатамыз. 15-20 минут дайын болам дегенше біз грешкімізді де күрішімізді дәл осылай тазалап жуып, арнайы ыдысқа үстіне ыстық су құйып, астын жай қойып қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Біздің картошкамыз пісті. Картошкамыз жақсылап осылай езіп аламыз. Біздің картошкамыз өте керемет пюре болып шықты. Азырақ май қосып, үстінен сүт қосып жесек өте керемет болады. Барлығын арнайы бөлек-бөлек ыдысқа қайнатамыз. Біздің күрішіміз дайын болды. Осылай үй жағдайындағы пилайға осылай жақсылап салып, үстін қатты басып, арнайы тарелкамызге осылай салып қоямыз. Дәл видеодағыдай. Грешкіні де дәл осылай салдым. Пюрені жайдым. Үстінен кетчуп септім. Өте әдемі, дәмді болып шыққан. Сіздер де жасап осылай керемет көрініспен жесеңіздер де болады. Үстіне өздеріңіз қалауынша кетчуп, майонез, көкпияз турасақ та өте керемет болады. Өте жеңіл тамақ, өте тез дайын болатын тамақ десек болады. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Ләззат.